Қайырлы кеш қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздерге манты, пельмен, вареникидің қамырын жасайтын боламыз. Видео көбірек шығу үшін міндетті түрде лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше кірісейік. Ең әуелі суды зуаласы енді сіздердің үйлеріңіздегі адамдарға байланысты. Примерно бір 2 зуала қылсаңыздар да болады, немесе 1 зуала қылсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен примерно бір 200-250 граммдай қостым. Және бір жұмыртқа, тұз дәміне қарай. Және де ең соңында ұнды қосатын боламыз. Он міндетті түрде ситадан өткізілген болуы қажет. Міне, су, жұмыртқа, тұз. Енді ұнды қосамын. Және осыны қамыр етіп илейтін боламын. Қамырды міндетті түрде 3-4 рет июін осылай басып тұрасыздар. Содан кейін барып, қамырды жайып, начинкасын қосатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Міне, енді осыны астына ұн сеуіп, жайып шығамыз. Екіге бөлсеңіздер де болады, ол уже өздеріңіздің қалауларыңыз. Қамырды ұн сеуіп отырып, жайып шығатын боламыз. Пельменге де қамырды жайып болған соң, тура манты сияқты, бірақ кішкентай етіп жасайтын боласыздар. Мына, дәл осылай қатар-қатармен жасап шығамын. Қараңыздар. Қатты үлкен қылмаңыздар. Қамырымызды майда етіп, мына, бұлай барлығын кесіп шығамыз. Және осылай кесіп болған соң, бұны да алып, тағы да дәл солай кесетін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қатты үлкен қылып жүрмеңіздер. Сәл осылай майдалау қылып істеп шығамыз. Одан кейін начинкасын жасаймыз. Қамырымызды кесіп болған соң, бір пиязды турап алдық, майда кубик етіп, одан кейін фарш. Граммын барлығын видеоға жазып қоям, және тұз бұрыш қосам осыған. Тұз бұрыш енді дәмі сіздерге байланысты. Одан кейін барлығын түйіп шығатын боламын. Өзім үйдегілерге жасап жатқандықтан, мен барлығын, яғни перчатка кимей, қолмен жасаймын. Қамырымыз міне кішкентай етіп кесіп болған соң, фаршымызды, начинканы салып, бұлай біріктіреміз. Міне, екі жағын жақсылап біріктірдік. Одан кейін алып, бұлай артқа қарай майыстырып, дәл осылай бір саусақты қосып, міне, бір бүйтіп қыстырып жібереміз. Тез жұмыс жасаңыздар, немесе егер бір өзіңіз ғана болатын болсаңыздар, бетін жауып қойыңыздар, қайызданып қалмау үшін. Пельменнің бізге сорпасын жасау үшін бізге томат пастасы қажет. Міне, томат пастасы. Одан кейін барып су, және де пияз, сонымен қатар сәбіз қажет. Енді сәбіз бен пиязды мен осылай майдалап турап аламын. Соломка етіп турайым. Немесе кубик етіп турасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен үлкен етіп турамайын, не үшін? Себебі біздің үйдегілер пияз бен сәбізді особо жақтырмайды, сондықтан мен осылай кубик етіп, немесе осылай соломка етіп турайтын боламын. Кейбіреулер бар, тек қана осылайынан дәу етіп турап, тура осылайынан салатындар да бар. Бірақ маған осылай тураған удобно. Пияз бен сәбізді турап алдым, міне соломка етіп, одан кейін барып томат пастасын 2 ас қасық қосамын, және осыған су қосамын, осыны араластырамын. Міндетті түрде осылай қосамын, сол кезде сорпаларыңыздың дәмі жақсы шығады. Қазір осыны қуырып, одан кейін осы сорпаны қосып, және де пельменді қосатын боламыз. Майды қыздырып алдық, міне енді пияз бен сәбізді бірден саламыз. Және осыны жақсылап бір 3-4 минуттай араластырып, бетін жауып қоямыз. Пияз бен сәбізді қуырып болған соң, міне жаңа томат пастасын полный саламыз. Және де осыған қазір біз суды да құятын боламыз. Енді суымызды да қосып жатырмыз. Және осылай жақсылап қайнатып аламыз. Примерно бір 10-15 минуттай қайнатамыз, одан кейін пельмендерімізді саламыз. Пельмендерімізді қайнаған сорпамызға салып, 10-15 минуттай қайнатып аламыз. 10 минуттай жеткілікті, себебі одан көп қайнататын болсаңыздар, қаттандай үлкейіп, жаман болып қалады. Бетін жауып, қазір қайнататын боламын 10 минут. Пельмен сорпамыз бізде дайын. Міне,
беткі жағына укропты сеуе салдым. Яғни сіздерде картошкада қоссаңыздар болады, бірақ мен картошканы қосқан жоқпын. Дәл осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Әлі примерно 7-8 кесе шығады. Мен бірақ сіздерге көрсету үшін осылай бір кесеге салып көрсетіп жатырмын. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны құрбыларыңызға, туысқандарыңызға жіберуді де ұмыт қалдырмаңыздар. Ал ендеше сәттілік.